Дене шынықтыру пәнін бұдан бұрын бұл мектепте ешкім де пән санатына қосып көрген емес. Одан кім көрінген сабақ беріп келді. Басқа пәнді оқытуға қабілетті жетпейтін дүмшелер осыны оқытатын. Дүмшенің сабақ беру тәсілі мәселен мына тәрізді. Оқушыларды есік алдындағы тақырға алып шығады да сапқа тұрғызады. Сонан соң малын түгендеген бақташыдай 1-2 тегізіп санатады. Санап болған соң на место, шагом марш, сол аяқ. Осы сабақ 1-ші класста да, 7-ші класста да дәл осы қалпынан айнымай өткізіледі. Өзге сабақтан кетіп қалуға батылдары жете қоймайтын қашқын құмар балалар бұдан бұрын дене шынықтыру сабағы боларда зытып отыратын. Өйткені оны-мұны сылтау айта салса, бұл үшін ешқандай жаза тарта қоймайтынын олар жақсы білетін еді. Ал енді биылғы жай олай емес. Мектепте Николай Трофимовичтің келуі дене шынықтыру саласындағы жылдар бойына қалыптасып қалған тымырсық жағдайдың астын үстіне келтіре бастады. Бір күні Николай Трофимович 7-ші класстағы сабағына кірсе, 14 баланың 5-6-ы ғана отыр. Басқалар қайда? Кетіп қалды. Қайда кетіп қалды? Үйлеріне. Неге кетіп қалды? Өздері кетіп қалды. Бұның алдындағы сабақта олар болып па еді? Түгелдей болған. Мен сендерге жарты сағат уақыт берем. Жүгіргеннен жүгіріп барып, кетіп қалғандары шақырып келіңдер. Кім келмесе, соңынан маған өкпелеуші болмасын. Оқушыларға бұл сөз ұғынықты болды. Арада 15 минуттай уақыт өткен шамада қашқындардың алды қуғаншылардың желкеуімен сүмірейіп, бір-бірлеп келе бастады. Барлығы түгел жиналған соң: Ал мырзалар, сабақтан неге кетіп қалдыңдар? деп сұрады Николай Трофимович. Қашқындарда үн жоқ. Сәрсенов, сен айт, сабақтан неге кетіп қалдың? Үйде бір жұмыс болды. Жұмыс болса, алдыңғы ана тілі немесе география сабақтарының бірінен неге кетпедің? Үн жоқ. Николай Трофимович осылайша әр оқушыны жекелеп тексеріп, сұрап болғанша сабақтың мерзімі де бітті. Әдемі сыңғырлап қоңырау соғылды. Сабақтан жаңа кетпеген балдар қашқын еместер, сендердің тарай берулеріңе болады. Ал қашқындармен біраз жұмыс істеуге тура келеді. Деп Николай Трофимович қашқындардың қолдарына күрек кетпен беріп, физкультура алаңына қарай бастап алып жүрді. Қоңырау соғылды. 6-шы класста дене шынықтыру сабағы. Тоқмауда кіріп келді. Балалардың біразы класқа әлі кіріп үлгерген жоқ еді. Шақырыңдар сырттағыларды. Бол тез, деп жатыр. Балалар Тоқмауданы жанылыс келді деп ойлап. Ғай, қазір сіздің сабағыңыз емес. Бүгін бізде сіздің сабағыңыз жоқ. Қазір физкультура. Білем физкультура екенін. Кітаптарыңды қалдырыңдар да бәрің далаға шығыңдар. Жыларман болған баладай ыста күн райы ойпат-тойпат бұзылып келеді екен. Жүріңдер, кесек жинайсыңдар. Деп Тоқмауда балаларды мектептің сыртына қарай бастап әкетті. 6-шы класқа кіріп келген бойда Николай Трофимович соститіп тұрды да қалды. Ешкім жоқ, парталардың үстінде балалардың кітап қағаздары ғана жатыр. Мектептің арт жағынан дыбыр шу естілгендей болды. Николай Трофимович солай қарай жүрді. Сөйтсе, ол іздеп жүрген оқушылар түп-түгел осында. Николай Трофимович. Бұлар не? Қазір сендерге менің сабағым емес пе? Я, сіздің сабағыңыз. Директор ағай бізге кесек жинаңдар деді. Қалайша? Сабақтың соңында жинаңдар деген шығар. Жоқ, қазір жинаңдар деп бізді өзі ертіп әкелді. Балаларға жөн көрсетіп басшылық етіп жүрген Сейбек еді. Николай Трофимовичтің қазақша жақсы білетіне қарамастан, ол онымен қиқайландатып орысша сөйлегенге құмар. Сынок, не мешай. Директор сказал. Начальник сказал. Аншорные облака дождь будут. Вот это же мокрым будут. Пропал будут. Деп Николай Трофимовичке түсіндірген болып жатыр. Онысы бұл директордың айтуымен болып жатқан іс. Сен бөгет жасама. Күн жауса мына кесектер су болады да бүлініп құриды деген сөзі. Оның айтқанын Николай Трофимович артығымен түсінсе де назар аудармады. Оқушыларға өкім ете бұйырып: Қане, тастаңдар, барыңдар класқа, деді. Көтеріп келе жатқан кесектерін әр жерге қоя-қоя тастай салып, алақандарының топырақтарын шарт-шарт қағып, мектепке қарай тырағайлай жүгірісті. «Ой, әй!» деп Сейбек таяғын көлденеңдей сілтеп, тосқауыл жасамақ болып еді, онысынан түк те шықпады. Тоқмауда бұл кезде кабинетінде жасу жазып тұрған. Дәліздің бойы тасыр-тысырға толып кеткенге ол кабинетінен толдана ытып шықты. Тәйт, не көрінді? Ана кластарда сабақ болып жатыр ғой.
лездің арасында кесектерді жинап болып қалғандарың ба? Жинап болғанымыз жоқ. деді. Сайбек пен Николай Трофимович балалардың соңын ала келе жатқан. Тоқмолда оларды терезеден көрді де қарсы жүрді. Николай, бұл қалай? Мен мына балаларды кесек жинасын деп едім. Жолдас директор-ау, қазір бұл класста мен сабақ бар ғой. Сол сабағыңның орнына апарып кесек жинат. Күн жауып келе жатыр. Езіліп бүлініп барады. Тоқмолданың кесіп пішіп бұйыра сөйлеуі Николай Трофимовичке ұнамады. Дене шынықтыру пәнін менсінбегенсін өстеді. Кесекті сабақтан бос уақытта жинату керек емес пе? Әлгінде алдыңғы сабақтардың бірінің орнына неге жинатпадыңыз? Жоқ, әлде бұныңыз дене шынықтыру пәнін кемсіткендік пе? Ойпырмай, сен өстіп тақаса қалады екенсің. Сабақ дей бересің. Осы сенде әуелі сабақ өткізудің жоспары бар ма? Көрсетші маған. Сабақ жоспарың болмаса, мен сенің классқа кіргізбей қоюға правым бар. Николай Трофимовичте сабақ жоспары қайдан болсын? Сол үшін бәлемді мақтап сілкіп алайын деген ойда еді. Бірақ Тоқмолданың көздегені болмай қалды. Николай Трофимович қолынан тастамай жүретін жұқалан әскери сумкасын ашты да, Мә, көріңіз. деп Тоқмолданың қолына қатырма тасты қара дәптерден ұстатты. Тоқмолда дәптердің беттерін ашып қарай бастады. Оқу жылының басынан бері өткізілген әр сабақ маржандай тізілген, әдемі жазумен қысқаша конспекті түрінде айы күні көрсетіліп, мұқият жазылып отырған екен. Тоқмолда мінгірлеп оқымақ болады, бірақ орысша жазылғандықтан тісі батпайды. Сен мұны қазақша неге жазбайсың? Қазақ тілін жақсы білесің ғой. Деді Тоқмолда. Бұл оның өзінше тапқан міні еді. Ауыз сөзі болмаса, мен қазақшаға онша жетік емеспін. Үйрен жетік болмасаң. Жетік емеспін деп сен орысша жазсаң, неміс тілінің мұғалімі немісше жазса, тағы біреу тағы бір тілде жазса, мен сонда соның бәрін тексеріп қарау үшін дүние жүзінің барлық тілін білуім керек пе? Тоқмолданың мына сөзіне Николай Трофимович іштей мырс етіп күлді. Балаларды кесек жинауға жіберді де Николай Трофимович Тоқмолданың кабинетіне кірді. Планшеткасынан және бір дәптерді суырып алды да стол үстіне қойды. Мектепте бірнеше спорт секцияларын ұйымдастырмақшымын. Мұна солардың іс жоспары. Секция деген сөзге Тоқмолда түсінбеді. Дәптердегі қымқиға жазуларға тайғанақтай қарап отырды да, Бұл не? деп сұрады. Николай Трофимович түсіндіре бастады. Сонда да болса Тоқмолдаға сынып жатқаны шамалы. Балалар сонда оқуды мүлдем қойып, тек осылармен ғана шұғылданбақшы ма? Тоқмолданың үнінде кекесінде бар еді. Неге қояды? Мынадай тәртіп орнатамыз. Әр оқушы өзі қалаған бір ғана секцияға мүше бола алады. Ал әр секция жетісіне 2-ақ рет жиналатын болады. Сонда осы жұмыстардың бәрін сен өзің жүргіземісің? Өзім. Міндетті сабағыңнан тыс уақыттарда ғой? Иә, сабақтан тыс уақыттарда. Көбінесе кешке қарай өткізіледі. Сонда бұл үшін мен саған ақшаны қайдан алып төлеймін? Бұл жұмыстарды жүргізгенім үшін мен ақша сұрамаймын. Ол менің міндетім. Деді Николай Трофимович. Әңгіменің мән-жайы таразылай алмай, Тоқмолда ыңыраны төзіп, біраз ойланып отырды да ымыраға келді. Спорт секцияларына 20 шақты ғана ер балалар жазылды. Қыздардан ешкім жазыла қоймады. Николай Трофимович бұған әбір жармады. Секцияға жазыл деп ешкімді қыстап қолқалаған жоқ. Барымен базар деді де әлгі 20 шақты баламен жұмыс жүзуге кірісті. Әуелгі сабақты ол спорт жайында әңгіме етіп өткізді. Балалар үшін бұл ертегідей қызық соны болып естілді де бірден баурап алды. Спорт жетістіктерінен келтірілген мол фактілер әлі де ештеңе көріп біле қоймаған көк қанат шәкірттерге кереметтей әсер етті. Спортпен шұғылданған адамдар шынығып, шыңдаулудың нәтижесінде оны-мұны кеселдерге бой бермейтіндей дәрежеге жетеді. Мына суретке қараңдаршы. Мынау адамдар қыстыгүні ақ қар, көк мұзда суға шомылып жүр. Балалар ентелей қарасып, улап-шулап кетті. Ағай, бұлар қалайша тоңбайды? Тоңбайтын себебі бұлар әбден жаттығып дағдыланған. Бізге де сөйтіп жаттығуға бола ма? Болғанда қандай, әбден болады. Бұдан әрмен Николай Трофимович сумен шыңдалудың сала-сала шартталаптарын айтып ұғындырды. Жаттығуды жазды күні күн жылыда бастаған жөн. Содан су біртін-біртін салқындай түскен сайын үзбей шомылып отырған адам қысты күні де шомыла алатындай дәрежеге жетеді. Ойпыр-ай, еш қиындығың жоқ екен ғой? Десті балалар. Қажымұқан деген аталарыңды білесіңдер ме? Білеміз. Несін білесіңдер? Күштеген білеміз. Балуан екенін білеміз.
Николай Трофимович бұдан әрмен үңгіп сұрап көрсе, балалар ол жөнінде де бардымды ештеңе біле қоймады екен. Қажымұқан деген кісі дүниежүзіндегі атақты балуандардың біреуі. Французша күрестің дүниежүзілік чемпионы болған адам. Талай ірі мемлекеттерді аралап даңқы шыққан. Ол Францияда, Англияда, Түркияда, Қытайда, Жапонияда болып күрестерге қатысқан. Қажымұқан қазір бар ма, тірі ме? Деп сұрады бір бала. Бар, тірі. Оңтүстік Қазақстан облысында тұрады деп естідім. Жасы қазір 80-ге тақап қалса керек. Балуандық өнерлерін сонда да тастамапты. Мен Қажымұқанды көрдім. Қашан көрдіңіз? Сіз онымен күрестіңіз бе? Қажымұқанмен күресетінде үш қайдамен де мені ол кісі бір қолмен алып, басынан айналдырып, лақтырып жіберер. Ағай, қалай көрдіңіз, соны айтыңызшы. Былтыр күзде дәл осы уақытта Алматыға командировкаға барып едім. Алматыда қаланың орта тұсында Көкбазар дейтін бар. Онда әртүрлі жеміс, азық-түлік сатылады. Міне сол Көкбазардың қасынан өтіп бара жатсам, қазақтар даң-дүң болып, зор денелі бір адамды қоршап алыпты. Бұл кім деп сұрасам, Қажымұқан балуан дейді. Біле қойдым, көрейін деп мен де бардым қасына. Қошемет тұтқан жұрт Қажекеңді анандай жерге апарып, астына көрпе төсеп отырғызып, дуылдасып жатты. Қажымұқан жаратылысынан күшті болып туған адам. Ал енді жаратылысынан күшті болып тумаса да, қажымай талмай жаттығып еңбектенудің, спортпен табанды түрде шұғылданудың арқасында кереметтей күшке ие болған адамдарда толып жатыр. Мәселен, Сандов дейтін атлет жасындағы талдырмаш арық бала болыпты. Кейіннен ол жаттығудың, үйренудің нәтижесінде цирктің арыстанмен күресетін атақты балуаны болып шыққан. Салмағы 270 килограмм арыстанды екі қолмен тік көтеріп, басынан асыра лақтырады екен. Ту, сұмдық-ай, мынау бір жой қой. Стапралла. Деп таңырқасты балалар. Терезенің тұсында бірдеңе тасырлағанға Ұлжан шешей бұл немене деп қараса, Мұрат екен. Қорамен екі арада айнала зыр жүгіріп жүр. Ұлжан шешейге ол әулиеде бірдеңені қуып жүрген тәрізді көрініп еді. Байқаса, жоқ, олай емес. Дәненені де қуып жүрген жоқ, өзінен өзі. Әкем-ау, бұнысы несі? Деген жұмбақ оймен Ұлжан шешей ол тағы қайтер екен деп бақылады да тұрды. Бір кезде Мұрат жүгіргенін қойды да адамға көшті. Екі қолын тік жоғары созады да сық еткізіп қайтадан төмен тастады. Өстіп бірнеше рет қайталады. Бұдан соң ол жүрісті де қойып тоқтады да қолдарын алдына, төбесіне екі жанына созып арқылы қызық қимылдар жасай бастады. Ұлжан шешей кебісін аяғына ілді де тысқа шықты. Мұратжан-ау, бұның не шырағым? Дене шынықтыру жаттығуларын жасап жатырмын, апа. Бұл неменеге керек? Бұның, апа, денсаулық үшін пайдасы зор. Адам шынығады, денедегі қан айналымы жақсарады. Мұрат енді екі қолын соза шалқайып, онан соң ағаш жарған адамдай пәрменімен еңкейіп, және бір соны қимыл істей бастап еді. Ой, қалқам, жолының үзіледі ғой, өйтпе. Деп Ұлжан шешейдің зәресі ұшып кетті. Үзілмейді, апа. Қой, өйті зорланба. Сен жассың, әлі бұғаннан да қатқан жоқ. Жә, дұғар жұлынбай. Ана ел қарап тұр, ұятты. Мұраттың тағы бір сыпыра жаттығулар жасамақ ниеті бар еді. Ұлжан шешей онысына мүмкіндік бермеді. Осы істегендерін де жетеді, жуынып шайынды іш, деп еркіне қоймастан үйге алып кірді. Ұлжан шешей дастарқан жасап жатқанда Мұрат орамал, сабын, тіс щеткаларын алып тысқа шығып кетті. Бол тез, жуын, тағы да жүріп алмай. Дастарқанды жасап боп, Ұлжан шешей самауарды алып кірмекке есік алдына шықты. Мұна сұмдықты қараңыз. Мұрат көйлек майканы шешіп тастап, омыртқа қабырғалары тыржын-тыржын етіп, тыр жалаңаш күйде арықтағы суық сумен малшынып шомылып жатыр. Ой, бұның не? Ойбай-ау, жынданғаннан саумысың? Мұздай сумен де кісі шомылам екен? Кейін тез, ойбай. Су адамды шынықтырады, апа. Кейін тез. Өй, бүйтіп шынық қалың түссін. Ойбай-ау, мынау ақымақ өлейін деп жүр екен. Таң атпастан арықтағы суық суға шомылып. Мұраттың сүртінуге де мұршасын келтірместен Ұлжан шешей оны үйге қуып тықты.